Ассалаумағалейкум достар. Үйіміздің бірінші қабатын өріп болдық. Сейсмопойыз құйып болды. Және сейсмопойыздардың қатуын күтіп жатырмыз. Қатқаннан кейін плита заказ беріп қойдық. Плита келу керек. Үйіміздің алдыңғы жағы осы. Қалған кірпіштер бірінші этаждан 3000 кірпіштей қалды. Үйімізге шағын обзор түсіріп жіберейін деп шештім. Кіреберіс жер мынау 2,5 × 2,5 өлшемдері. Мынандай төбеге перемычкалар құйып шықтық. 14-тік арматурамен барлығы сейсмопойыз қазір опаловкілерді алу керек. Уже сейсмопойыздардың тұрғанына да бүгін 5-ші күн. Кіреберістің сол жақта санузел. Мына жатқан қоқыстарға мән бермей қойыңыздар. Бұлардың бәрі тазартылады болғаннан кейін. Анау көріп тұрғандарыңыз отдышка дейді ғой. Сондай отдышка тастап кеттік әр бөлмеге. Және де ана жерде алдыңғы видеода көрсеңіздер, канализацияның трубасы бар еді, екінші этажға кететін. Сол трубаны кірпішті өрмей тұрып, сантехниктарды шақыру керек еді. Кішкене қате кетті, бірақ оны уақытында түзеттік. Қатені ана жерден 3 кірпіш бұзып, сантехникті шақырып, ана жерге поворот қойдық. Екінші этажға стенаның астымен кіретіндей қылып, ал тікелей отдышка есебінде кетеді. Рогатка дейді ғой, сондай рогатка қойып жібердік. 3 кірпіш төмен түсірдік, биік болып кеттік. Ертең плита қойған кезде плитаның астымен екінші этажға шығады санузелдің канализация құбыры. Одан кейінгі бөлмеміз мынау. Кіреберісіміз мынау. Кіреберістің ені 4,5 метр. Одан кейін мына жерде асхана. Мынау зал, мынау спальный. Мынау оң жағымыз лестницный площадка болады. Екінші этажға көтерілетін ригельдердің бәрін құйды. Мынандай спальный. Мына жерде әдейі 1,5 метр қылып қалдырып кеттік. Ертең мына жер гипсокартон, болашақта мына жер гипсокартонмен жабылып, гардеробный болады. Мына жер одан кейін бөлмеміз, мына залымыз. Қонақ күтетін қонақ жай дейді. Бұның өлшемі 5,7. Ені 5 метр, ұзындығы 7 метр. Мынандай үлкен терезе қалдырып кеттік. Бұл залда да мынандай отдышка тастап кеттік. Бұл отдышка осылай стенаның арасымен кіршаға дейін кетеді осылайынан. Одан кейінгі бөлмеміз. Бұл енді асхана. Асхана болады. Бұл жер бұның өлшемі 5,5 метр. Бір терезе қалдырып кеттік. Бұл жерде де мынандай отдышкасы бар. Егер бұл отдышка болмаса, басқа жерде қайдан? Бізде Түркістан облысы, Шымкент қаласы ғой. Енді бұл мынандай отдышка болмаса, қыстан терезенің алды терілеп, терезе терілеп, суының бәрі төменге қарай ағады. Осы сол себепті осы отдышка міндетті түрде керек. Мына жер асхана, отырып шай ішетін жеріміз. Ал одан кейінгі бөлме мына жер кухня, яғни тамақ пісіретін жер. Кухня, столовый екеуі екі бөлік бұл проектіде. Мына жерде алдағы уақытта пластиковый терезе қойып, панорамный дейді ғой. Есік, мына жерден есік болады, террасаға шығатын. Мына жерге келетін болсақ, бұл жерде 1,5 метрден гипсокартонмен қоршалып, мына жер котельный болып қалады.
әр комнатаға мынандай одышка тастап кеттік. Кухняға біреу, котельныйға біреу. Айта кетейін достар, комментарийді оқысам, көптеген негатив комментарийлар бар екен. Көбісі байқағаным профессиональный строительдер болады ғой. Сондайлар өйтпедің бе, бүйтпедің бе, өтірік үй деп комментарий жазып кетіпті. Енді айтайын, мен сіздер сияқты профессиональный строитель емеспін, мен қарапайым адаммын. Әркім өзінің қаражатына қарап, ақшасына қарап үйді көтереді ғой. Қолдағандар да бар, қолдап кеткендер, оларға алғысым шексіз. Және мынау лайдан қаланды, сазлайдан. Мынау өтірік үй деп сазлайдан 2 этажды болмайды деген пікірлер қалдырып кеткен. Және де мынандай сазлайдан қалаған себепті мынандай сейсмопоистарды мен көп қылып қалдырдым. Чтоб сазлайды компенсация жасау үшін 11 сейсмопоист қалдырып кеттік бірінші этаждың өзінде. Енді бірінші этажды түгелдей бітірдік. Енді осының қанша расход кетті, соны да бөлсе кетейін. 28 мың кірпіш алдырдым. Бір КамАЗға 4 мың кірпіш кетеді. 7 КамАЗ кірпіш келді. Кірпіштің келуі доставкасымен 285 мың теңге. Соны 7 КамАЗ келді осылайнан. Соның шамамен бір 25 мың кірпіштей өрілді. Алдағы уақытта осы кірпішті де есептеп бәрін көрсететін боламын. Айтқан плитамыз да келді, әне кранмен. Осы сейсмопоисқа келетін болсақ, биіктігі 25 сантиметр. Полный осы үйге 99 метр сейсмопоис, және мынандай перемычка, мынандай ригельдер 33 метр шықты. Ал мына кірпіштің бағасы бір штугын 35 теңгеден өрді. Сол кезде ұсталардың қол ақысына 1 400 000 теңге бердім. 870 мың кірпішті өргеніне 500 мыңдай мына ригель сейсмопоис құйғандарға. Қазір енді плита заказ бердік. Плитаны жабу керек қазір. Айта кетейік, 13-ке 13 размерге плита 1 600 000 теңге болды. Тек мына жер ғана ашық қалады, лестничный площадканың үсті ашық қалады, қалған жердің бәрі плитамен жабылады. Сол жаппай тұрып, осылай бір сіздермен бөлісейін деп кеттім. Ол 1 600 000 теңгенің ішіне алып келуі және үстіне орнатып беруі бәрі кіреді. Алдағы уақытта строй материал туралы бір видео түсіріп жіберемін. Бағасы қаншаға қымбаттады 2 жыл алдыңғымен салыстырғанда. Және де үйдің бөлмелердің диагоналін дұрыс шыққаны шықпағаны жайлы тағы бір видео түсіріп кету ойымда бар. Әр бөлменің диагоналін шығарып есептеп көретін боламыз. Егер диагональ шықпаса, болашақта обой жапсырған кезде немесе паркет төсеген кезде диагональ жоқ болса қисайып кетеді. Сол кезде диагональдің дұрыс шықпағаны көрініп тұрады. Обойдан да, полдағы паркеттен де дұрыс жатпай қалады. Сол себепті осындай бір тағы бір видео түсіру ойымда бар. Ал сіздер арнаға тіркелмесеңіздер, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.